ашуға рұқсат берді. Сонымен қатар біз ана торговый дом алдық қой, неден сол өзінің үлкен деген септігін тигізіп жіберді. Өткен оценочная стоимость торговый дом где-то 1,5 миллиарда, и олар айтты, мынандай үлкен объект тұрғанда адамдардың ақшасын ұстап отыру болмайды деп, залогқа сол объектіні алатын болып, біздің шотымызды ашып жатыр, иншалла. Сондықтан бүгіннен бастап касса 24-ге кім төлегісі келеді, төлей алады, проблем жоқ, жайлап шығып төлей берсін. Бірақ алаяқтар шығып, әдейі соны қолданып, қазір деген не істеп жатыр, жұмыс бастадық, давайте кивиге жіберіңдер деп, 1-2 уже потерпевші біздерде бар екен. Олар қазір Алматы қаласында офиске барып, заявление жазып жатыр. Сақ болыңыздар, бәріне айтыңыздар. Иншалла, құрбан айттан кейін, бүкіл мейрамдардан кейін жұмысымызды жалғастырамыз. Сондай қуанышты хабарлар бар. Кешкі эфирді иншалла дұрыстап отырып айтатын боламыз. Жасыма, ал қазір біздер осы жұмыстарымызбен жүгіріп шауып жүрік. Түнімен ұйықтаған жоқпыз, бүкіл команда ұйықтаған жоқ, бухгалтерлер, офистің бүкіл адамдары, сол, в общем, жақсылықта кездесейік, алаяқтардан сақтаныңыздар, иншалла. Бір-біріңізге хабарласыңыздар, айтыңыздар.